Бүгін облыс әкімі Алик Айдарбаев орталық коммуникациялар қызметінің облыстағы алаңында есептік баспасөз мәслихатын өткізді. Мәслихат тақырыбы 100 нақты қадам ұлт жоспарының аймақтағы орындалу барысы. Қазіргі таңда облыста 5 институционалды реформа іс жүзінде жүзеге асырылуда. Аймақ басшысы өңірде елбасы тапсырмасына сай орындалып жатқан жобалар туралы кеңінен мағлұмат беріп, халықтың әлеуметтік жағдайын көтеретін басты ірі жобалар мен жоспарларды таныстырды. Кәсіби мемлекеттік аппарат құру елбасының бұл тапсырмасын орындауда ерекше талпыныс жасап отырған бірден-бір облыс Маңғыстау. Аймақта мемлекеттік қызметтегі менеджмент бағдарламасы іске асырылуда. Ол бойынша мемлекеттік қызметкерлер жаппай озық әдіс бойынша білімін жетілдіріп жатыр. Себебі бәрінде кадрлар шешеді деген мәтел бар. Мемлекеттік қызметші мықты болмаса, оның қызметі сапалы болмайды. 2015 жылы 37 адам оқудан өтсе, ағымдағы жылы облыстың барлық аудандары мен қалаларынан 100-ге жуық әріптесіміз оқып жатыр. Білікті кадрларды даярлауда жүйелі және табысты тәжірибесі бар қазақстандық және халықаралық практик мамандар тартылды. Жаңа ережелер мемлекеттік қызметшінің кәсіби қасиеттерінен бөлек моральдық, этикалық нормаларын сақтауды және жақсартуды талап етеді. Тура биде туған жоқ. Екінші реформаның түйіні осы. Оғанда соттар белсене кірісті. Әділдік пен шынайылықты қамтамасыз ету үшін соттардағы барлық істер толықтай бейнекамераларға жасалуда. Биыл жергілікті полиция қызметі құрылды. Правовой защиты привлекаемых инвестиций. Инвесторлардың сеніміне кіру үшін инвесторлық дауларды шешетін өзге соттар болады. Ол бизнес үшін өте тиімді. Жергілікті полицияның жеке құрамында 1100 қызметкер бар. 200 қызметкер біліктілігін арттырған. Үшінші реформа индустрияландыру және экономикалық өсім. Басқа дәл осы бағыт бойынша облыста жұмыс қызу жүріп жатыр. Аймақта мұнай өндіретін құрылғылар өндірістік базасы мен 40 паромды кешенінің құрылысы қолға алынды. Өңірді индустрияландыру бағдарламасы бойынша тағы 10 жобаны іске асыру жоспарланған. Сәтін салса, олар арқылы 1400 адам жұмысқа орналасады. Маңғыстауской области как регионального хаба на юго-западе Казахстана реализуется ряд инфраструктурных проектов по программе Нұрлы жол. Маңғыстау облысы негізгі хаб болғандықтан Нұрлы жол бағдарламасы аясында құрық паромды кешені және шетпе бейнеу, шетпе Жетібай Ақтау тас жолының құрылысы салынып жатыр. Ақтау теңіз порт арнайы экономикалық аймағында транспорттық логистикалық орталық салынуда. Сондай-ақ даму қорымен бірге кәсіпкерлерге туристік нысандарын құру үшін 900 миллион теңге жеңілдетілген несие берілді. Әлеуметтік салада да өзгеріс болады. Алдымыздағы оқу жылынан бастап мектептер 12 жылдық білім беруге дайындалу үшін апробациядан өтеді. Қарапайым колледждерде дұрыс маман даярлауға тиіс. Согласно республиканской программе создания в 10 регионах Назарбаев интеллектуалдық мектебінің ұстаздары мен шәкірттері басқа мектептерге үлгі. Политехникалық колледж еліміздегі 10 үздік колледж қатарына кірді. Енді олардың тәжірибелік алаңында машина жасау технологиясы, өндірістегі химиялық технология мамандықтарын оқыту кезінде жаңалықтар енгізіледі. Тұрақтылық және бірлік реформаның тұтас бір тармағы ел татулығына арналған. Ал Маңғыстау облысындағы ұлттардың достығы көпке үлгі. 5-ші реформа есеп беретін мемлекетті қалыптастыру. Бұрын соңды ел тарихында болмаған дүние. Қанша ақша қайда кетті, енді не жасалады? Енді әрбір әкім қоғамдық кеңес алдында есеп беретін болады. Заңға сәйкес облыс әкімі аппаратының жанынан ішкі аудит қызметі құрылды. Барлық деңгейдегі мемлекеттік басқаруда азаматтық қоғамдастық пен мемлекеттік құрылымдар өкілдерінің қатарынан құрылған қоғамдық кеңестер ашылды. Кеңестер жанынан әлеуметтік және экономикалық мәселелер бойынша 2 жұмыс комиссиясы құрылды. Бұл атқарушы билік органдарының ашықтығы мен қоғам алдында есеп беруі жолындағы үлкен қадам. Әкім 5 түрлі реформаның жүзеге асу үшін облыстағы жасалған қадамдарды осылай тізбектеп берді. Қыруар шаруа жасалды, дегенмен атқарылатын істер одан да көп. Бұл арада бүкіл облыс халқы болып, тізе қосып жұмыс жасауға тиіспіз деді әкім. Жұмазия Оразай, Сағындық Нарықов, Амангелді Тұрахмет, жаңалықтар.